Алтыншы есеп. Саяхаттан Аделя құрбыларына сыйлықтар алып келді. 20 білезік, 15 сақина және 25 алқа. Егер ол әр құрбысына бірдей сыйлық жасағысы келсе, бір сыйлық қорабында неше заттан болды дейді. Яғни жазайық. Білезіктен 20, сақинадан 15 және 25 алқа алып келді дейді. Біз мұнда түсініп тұрмыз, Аделя құрбыларына деп тұр міне. Құрбыларына, демек оның құрбысы біреу емес, бірден көп. Егер ол әр құрбысына бірдей сыйлық жасағысы келсе, бір сыйлық қорабында неше заттан болады дейді. Біз оның құрбыларының санын анықтап алуымыз керек. Яғни, құрбыларының саны деген ол барлығына бірдей сыйлық жасады ғой. Жасағысы келеді. Ендеше 20-да, 15-те, 25-те қандай да бір санға бөліну керек. Сол құрбыларының саны болады. Яғни ең үлкен ортақ бөлгішін табу керек. 20-ның, 15-тің және 25-тің. 20-ның, 15-тің және 25-тің ең үлкен ортақ бөлгіші 5-ке тең болады. Немесе бірде болуы мүмкін, бірақ біз түсініп тұрмыз. Құрбыларына дегендіктен ол бірден көп. Яғни оның 5 құрбысы бар. Ендеше қарайық, егер оның 5 құрбысы бар болса және ол әр құрбысына бірдей сыйлық жасағысы келсе, онда оның 5 құрбысына да бірдей білезік, бірдей сақина және бірдей алқадан болады. Ендеше қарайық, 20-ны 5-ке бөлсек 4 білезік болады. Яғни бір құрбысы 4 білезік алады. Сақинаны 5-ке бөлейік. 15 сақинаны, ендеше 3 сақина болады. Және алқаны 25-ті 5-ке бөлейік, 5 алқа болады. 4 білезік, 3 сақина және 5 алқа ол бір құрбысына беретін сыйлық қорабы. Енді бізге бір сыйлық қорабында неше заттан болады дейді. Ендеше мынау заттарды санайық, қосайық. 4-ке 3-ті қосамыз және 5-ті қосамыз. 4 білезікке 3 сақинаны қоссақ 7 болады, оған 5 алқаны қоссақ 12, яғни барлығы бір қорапта 12 заттан болады. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.